Әнші Серік Ибрагимов осы қыркүйек айында көрермендеріне сыршыл сезімге батыратын лирикалық әнге түсірілген клипін тарту етеді. Халықтың ықыласына бөленсем деген үміті көп. Алайда сынап қалса да, ерік патша көңілді көрермендердің құзырында дейді. Әзірге білмейміз, ол көрермендердің еншісінде деп ойлаймын, тыңдармандардың еншісінде, бағасын беру, сын айту. Сондықтан берса өзімізге сәтті шығады деген ойдамыз, және жақсы қабылдайды деген ойдамыз. Айтпақшы, Серік 12 қыркүйекте өтетін Гәкку дауысы фестивалінің қатысушысы. Былтырғыға қарағанда дайындықтың еселенгенін айтады. Дайындыққа кірісіп кеттік. Былтыр өзіңіз айтқандай вокзалға ұшқан қызды айтсам, биыл жаяу алыс емес таумда баяу, мен жетемін ауылға, қалада да келемін жаяу, тағы да жүрек дүрс-дүрс-дүрс-дүрс-дүрсілдеп қағуда. Бағана дауыл мен суық жауынға, тамаша табиғат, жаяу жүріп келіңдер алаңға дегім келеді. Жеке өмірін әлі күнге дейін жұмбақ ұстап келетін Серіктің саусағынан сақина байқап қалдық. Бірақ біз күткендей жауап ести алмадық. Негізі неке жүзік емес, бұл көбінесе сұрап жүреді. Негізі неке жүзікті оң қолға тағады. Естеріңізге сала салайын, мен сол қолға тағып алған. Сондықтан неке жүзік емес деп қысқаша қайтарып тастасаң. Жеке өмір жұмбақ па? Иә, жеке өмір әзірге жұмбақ. Әзірге анандай тұман.